Екінші бір оқиғада автор Бауыржанның жан жомарттығының куәсі болғанын былай түсіндіреді. Театрдың ішінде ине шаншар бос орын жоқ. Сахнада ақындар айтысы болып жатыр. Әсіресе Қызылорда облысынан келген қыз бен Шымкент облысынан шыққан жас жігіттің айтысы қалың жұрт назар салып, зер салып тыңдап отырған екен. Халықтың қыз ақынға қатты мән беріп, ілтифат білдіруіне екі себеп болатын. Біріншіден, басына үкілі тақия, үстіне қос етек көйлек киіп, қазақ жігітпен табан тіресіп, қазақша айтысып отырған Надежда Лушникова есімді орыс қыз болатын. Ал екіншіден, мұңды бір оқиғаның жібін тарқатып отыр екен. Айтыс аяқталғаннан кейін төрешінің қорытындысы шығып, төреші Надежда Лушникованың атын атап, оған еркектің маяк деген қол сағатын ұсынады. Осы кезде залдың алдыңғы қатарында отырған әлдекімнің қаһарлы үні саңқ ете түсті. Жоқ, Надя алмайды бұл сағатты. Ұзын бойлы әскери киінген қара сұр адам орнынан тұрып іле сөйлеп кетті. Менің ана тілімде асыл сөздер ақтарып, жұрттың жүрегін тербеген мынау шүйкедей сарғыз, деді ол жұртқа. Зал демін ішіне тартып тына қалды. Сенің өз тіліңді біліп, жай сөйлей беретін орыс, неміс, өзбек, қырғыз толып жатыр, деді ол енді төрешіге қадалып. Бірақ сенің өнеріңді өз тіліңнен жақсы білетін осы Надядан артық кімді көріп тұрсың, айтшы кәне. Кешегі Мәриям Жагөрқызының қызы жөні бір басқа. Дәл бүгінгі бас бәйге біздің ана тілімізде бұлбұлдай сайраған осынау кішкентай қызға берілуі тиіс. Бұл осы айтысқа қатысу үшін Алматыдан арнайы Шымкентке келген бір топ ақын жазушылардың бірі Бауыржан Момышұлы болатын. Сыйлық үлесіп болғаннан кейін әйелі Камаш екеуі Надя Лушникованы орталарына алып, ювелир магазиніне барды. Магазиннен таңдап жүріп, Ира маркалы алтын сағатты сатып алды да, Бауыржан оны зергерге апарып, оның қақпағына мынадай сөздерді жаздырды. Надя, шеберлігің үшін Момышұлы 25.02.1964 жыл сағатты тағып жатып, Бауыржан тебірене тұрып былай тіл қатты. Мұны саған Бауыржанның бергені деме, асыл адал жүрек, асыл өнерің үшін саған қазақ халқының сыйлағаны деп біл, игілігіңе тақ қарағым. Міне достар, сөзімізді түйіндей келе кітаптың алғашқы бөлімі. Бірінші диалогтан біз бойымызға не сіңіреміз? Кейіпкерлер арасындағы диалог арқылы шынайылық, батырлық, өзің мақтамайтын қарапайымдылық, анаға деген мейірбан, өтірік, қиянатқа қас жау тұлғаны таныдық. Сіздермен болған біз Тимурұлы Арлан, Ислам Жандарбек, Мырзабай Бекзат. Қайта жүздескенше күн жақсы, аман сау тұрайық.